6 жасқа толған балаларға арналған фильм. О баста Әбу Насырдың ұшқыр арманы батыр болу еді. Десе де, ғұлама ақсақал оны кітапханамен таныстырып, оған ғылым мен ілімнің есігін ашты. Білімнің қылыш пен найзадан да үшкір екенін, қалқаннан да қорғаны мықты екенін түсіндірді. Кейіннен әлем мойындаған түрлі ғылымдармен таныстыра бастады. Көптеген кітаптармен танысып жүріп, Әбу Насырдың көзі ілініп кетіп, түсінде ғұлама ақсақалдың «Ең жарық жұлдызға ер, сол кезде мені табарсың» деген хатын қалдырып, өзі ғайып болғанын көреді. Сол сәтте бала Әбу Насыр алып кітапханадан өзінің ұшқынын табады. Мұның үлкен белгі екенін, ендігі арманы мен мақсатының айқын екенін түсініп, Әбу Насыр анасының батасын алып, арманының жетегіне еріп, ғұламаны іздеуге жолға шықты. Әлбетте, бала Әбу Насырда алдында небір қиындықтар мен қызықтар күтіп тұрғаны сөзсіз. Мынау Самарқанд қой, я? Келіп алдық. Енді атаны қай жерден іздесек екен, а? Әлде бірінші қаланы аралап көреміз ба? Әлде базардан бастайық ба? О, мүмкін шайханадан табармыз. Қалай қарайсың? Ұшқыным, онда өзің жол көрсетші. Келістік, кеттік. Өй, қайда кеттің? Ақырын жүр, ұшқын. Самарқан қаласы әлемге қағаз зауытымен әйгілі. Бұл қағаз шығаратын зауыт әлемнің барлық қалаларын қағазбен қамтып отырған. Патшалардың, хандардың жарлықтары тек Самарқан қағазына жазылатын болған. Ұшқын, мұнандай кереметті көрдің бе? Қағаздардың көптігін қара. Ұшқын, тоқта. Ой, ұшқын, олай жүгірме. Ой, Самарқанд қаласының дана патшалары, Фараб қаласының тумасы, Тархан әулетінен шыққан Узлақ батыр сізге хат жолдапты. Иә, танимын Узлақ батырды. Не жазған екен? Тыныштық болғай. О, құрметті Самарқан жерінің билеушісі Нух ибн Асад, сіздің даналығыңыз бен ақылыңызға, әрі билеушілік қасиетіңізге разылық білдіремін. Менің Әбу Насыр деген ұлым бар. Осы балам балалықпен, шалалықпен Самарқанға сапар шегіпті. О, құрметті патша, сізге бұйымтайым, баламды Самарқандтан тауып берсеңіздер деймін. Менің де бір атшабарым Самарқандқа аттанды. Уәзір, әскерге бұйрық ет. Баланы тауып әкелсін сарайға. Құп болады. Барыңдар.
Әбу Насыр ұшқынымен ойнамақ болып байқаусызда қағаз зауытының ішінде өрт тудырды. Зауыт іші лапылдап, лаулап, қызыл жалын ойнақтай кетті. Десе де Самарқан тұрғындары көмекке кеп, әлгі өртпен арпалыса кетті. Өрт неден шықты? Сендер ме өртеген? Кешіріңізші, біз ойнап жүредік. Ойыннан от шығат деген осы. Бұл сендерге ойын алаң емес, балақай. Келтірген залалдарының шығынын қалай өтемексің, а? Өзің қайдан шыққан баласың, ей? Не болды? Жоқ жерден өрт шығардың. Осында тегін жұмыскер боласың. Түсіндің бе? Фараптан шыққан Әбу Насыр. Аха, Әбу Насыр. Ал сен ше? Сенің атың Әбу Насыр ма? Иә, біліп отыр екенсің ғой. Мені қайдан танисың? Менің де есімім Әбу Насыр. Менің де есімім Әбу Насыр. Мынау қызық болды ғой. Сен де Фараптың тумасысың ба? Иә, Мұнда қайдан жүрсің? мені құл етіп алып кеп жұмысқа жегіп қойды. Үйімді сағынып жүрмін. Кім сені құл етіп жүрген? Ей, Әбу Насырлар! Есік аузында 2 жашық қағаз тұр. Соны құрылыс басына апарып беріңдер. Ол қай жерде? Мен білем, жүр.